Қайырлы күн қымбатты көрермендер, сіздермен пайдалы арна каналы. Бүгін сіздермен Google AdSense қосымшасына қалайша картаны тіркейміз, соны үйренеміз. Яғни YouTube'тағы ақшамызды қалайша картаға аударамыз. Әр айдың 7 мен 12 аралығында, егер де сіздің YouTube'тағы ақшаңыз $100 асып тұратын болса, онда сол айдың 21 мен 26 аралығында YouTube'тан бізге жалақы түседі, яғни зарплата түседі. Ол үшін не істейміз? Google AdSense сайтына кіреміз, сол жерде сол жағында платежные данные деген бар. Соны басып, астыңғы жерде добавить способ оплаты деген кнопканы басамыз. Владелец банковского счета деген жерге өзіміздің карточкамыздағы атымызды латын әріптерімен жазып шығамыз. Название банка АО Каспий банк, мысалға Каспий банк. Егер де Халық банк болса, АО Халық банк деп қалай жазылады, соны Google-дан қарап тексеріп жазамыз. Және де әр банктың өзінің Swift бик болады, яғни соны Google-дан қарап, немесе кез келген поисковой сайттан қарап тауып аласыз. Мысалға Каспий банктың ондай номері қалай деп терсеңіз, сізге сол номерлері шығады. Күнделікті өміріңізге қажетті пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, достар. Каспийдің Swift коды CASPKZKI. Осыны көшіріп аламыз да жаңағы жерге қоямыз. Келесі Айван счет, яғни сіздің 20 таңбалы KZ деп басталатын счетыңыз, ақша түсетін счет. Оны сіз Каспий банктың телефондағы қосымшасы арқылы тауып алуыңызға болады. Сол жерден қарап, көшіріп орнына қоясыз. Бұл 20 таңбалы цифраны 2 рет қайталап жазамыз, және де сохранить деген кнопканы басамыз. Сіздің карточкаңыздың тіркелгендігін аты жөніңізден және де карточканың соңғы номерінен көруге болады. YouTube каналындағы табыстарыңыз көбейе берсін, табысты болыңыздар, назарларыңызға көп рахмет.